Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Құрамындағы заттардың ешқайсысы қайнатып уақытты алмайды. Дайын өнімдерден жылдам салат жасайтын боламыз. Үйіңізге күтпеген жерден қонақ келіп қалса, осы салатты жасап берсеңіздер, қонақтарыңыз өте риза болатынына сенімдімін. Салатымызға керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып қоямын. Алдымен салатымызда туралатын өнімнің барлығын төртбұрышты кубик тәріздес етіп турап бір ыдысқа салып отырамыз. Барлығын біркелкі әрі бір формада турасаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі шығады. Салатты жасау арқылы сіздер әрине бірінші орында уақыттарыңыз үнемдейсіздер. Құрамындағы ешбір зат қайнатуды қажет етпейді, дайын өнімдерден жасалады, бірақ сонда да өте дәмді, сондай бір ерекше дәмі бар, керемет салат болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Туралатын заттың барлығын турап болған соң, консервіленген жүгерімізді, яғни кукурузамызды, сухаригімізді салып, тұз, бұрыш, кішкене паприка қостым, бірақ міндетті емес, майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Салатымызды жақсылап араластырғаннан кейін болды, біздің салатымыз дайын. Дастарханға қойып ұсына берсеңіздер болады. Өте бір нәзік, ерекше дәмі бар, құрамындағы қызанақ, қияр, жаңағы жүгеріміз, сырымыз барлық бір-бірімен керемет үйлесіп, керемет дәм береді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл.